Гемоглобиннің төмендеуі организмді гипоксияға ұшыратады, яғни гипо төмен, оксия оттегінің төмендеуі. Егер біз мұрнымызды жауып тұратын болсақ, қалай тұншығатынымыз сияқты, гемоглобиннің эритроциттің төмендеуі де организмде сондай жағдайға алып келеді. Клеткаларда оттегі жетіспеушілік пайда болады. Ал клеткалар дегеніміз бұл біздің организміміз. Гемоглобин төмендеуінің 3 дәрежесі бар. Жеңіл дәрежесінде гемоглобин 90 мен 110-ның аралығы, орташа дәрежесінде 70 пен 90-ның аралығы, ал ауыр дәрежесінде 70-тен төмен болып табылады. Гемоглобин төмендеуінің негізгі белгілері ең бірінші тағам құрамында темірдің, В12, фолик қышқылының жетіспеушілігі, немесе одан кейін сыртқы ішкі органдарда қан кету болуы мүмкін, жедел немесе созылмалы қан кетулер, етеккір кезінде әртүрлі жарақаттардан немесе асқазанда жара болатын болса, содан қан кету пайда болса, әртүрлі бүйрек аурулары, эндокринді жүйенің аурулары, сүйек кемігінде эритроциттер түзілуінің бұзылуы болуы мүмкін, және ұзаққа созылған инфекциялық аурулар болатын болса, әртүрлі онкологиялық аурулар, гиповитаминоз, ас қорыту жүйесінің аурулары, дисбактериоз, энтероколит, колит кезінде, сонымен қатар аутоиммунды аурулар кезінде де осы гемоглобин төмендеуі пайда болады. Гемоглобин төмендеп кетсе, қандай белгілер болады? Ол тері құрғауы, терінің бозғылт тартуы, еріннің көгеруі, тырнақтардың сынғыштығы, шаштың сынғыштығы және шаштар әлсіз болады, сонымен қатар шаштар көп түседі. Жиі шаршағыштық болуы мүмкін, ұйқыға бейім болуы мүмкін, бас айналу, кейде естен танулар да болады. Қан қысымы төмендеуі, ентігу пайда болуы мүмкін, тахикардия болуы мүмкін. Жиі аяқ қолдар салқындап жүреді, есте сақтау қабілеті нашарлайды. Сонымен қатар тамаққа тәбетінің төмендеуі пайда болады. Құлақта шуылдар пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар иммундық жүйесі төмендейді. Дәм сезу, иіс сезу қабілеті өзгеріс болуы мүмкін. Дәретінде өзгеріс болуы мүмкін. Ол іш қатуға бейім болады, немесе іш өтуге бейім болуы мүмкін. Сонымен қатар көңіл күйі тез өзгереді, көбіне депрессияға болуы мүмкін, апатия болуы мүмкін. Жиі көңіл күйі түсіп жүреді. Сонымен қатар бұндай науқастар жиі салқын тиіп, ой үреймен ауырады.